Қарашы, балам, бұл менің көзіммен көрген күндер бізде бір тыныштан бар еді, кейіннен аспанға әлсіз жарқыл түсіп, бәрі өзгерді. Мен сол күнді жадымнан шығарма, ол біздің болашағымызға сабақ болу керек. Сол күнігін тым жарқын көрінді. Біз не болып жатқанын түсінбейтінбіз. Ауылдан жүгіріп шықтық. Аспаннан түскен сол нұр Кейін айлар өтті, қасірет көрініп тұра берді. Кейбір адамдар ауырды, кейбір балалар көбейіп ауырып жатты. Біз дәрігерге жүгіндік, бірақ шешім бірден шықпады. Әр үйдің ішінде сұрақ көп еді. Дәрігерлер зерттеп, мәліметтер айтты. Кейбір жерлер қауіпті, кейбір су көздері лас. Біз не істеу керектігін білдік, жұмыс керек еді. Ғылым бізге үміт берді, бірақ ол да ақшаны, уақытты талап етті. Менің тіземдегі әрбір сыңдау, бұл естелік. Бұл жерде балалар өсіп, ауруға тап болды. Бізге күйзеліс көп тиді. Бірақ біз бір-бірімізді қорғадық, көршілер көмекте. Бола жоқ, бақылау жасай бастадық. Үкіметтен көмек сұрадық, ғалымдар келді. Бұл біздің ортақ ісіміз еді. Тек жалғыз адам емес, барша қауым белсенді болса, өзгеріс басталады. Біз топырақты қалпына келтіруге кірістік. Көктора өсімдіктер отырғыздық, суды тазалау жобаларын бастадық. Бұл жылдар талап етті, бірақ біз қадам жасай бастадық. Бұл ең бастысы. Соны ұмытпа, немерем. Мен сол күндерді көрдім. Біз ауырдық, біз емдедік, біз үйрендік. Сен бұдан сабақ ал, табиғатты құрметте, адамдарға қамқор бол. Біз жасаған әр қадам сенің болашағың үшін.